Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазір бізде дүниетану сабағы. Сабақтың тақырыбы Қазақстанның білім берудегі жетістіктері. Бүгінгі сабақта еліміздегі білім беру саласының дамуы жөнінде білесің. Болашақ мектебінің жобасын құрастыруды үйренесің. Тірек сөздер: институт, университет, гимназия, лицей, колледж. Сабақты бастамас бұрын бейне жазбаны тоқтата тұрып, 108-110 беттердегі мәтінді оқып шық. Қазақстанның білім беру орындарын жас үлесіне қарай топқа бөліп көр. Оқу орындары: университет, мектеп, мектеп алды даярлық сыныбы, колледж, лицей, институт, гимназия. Суретпен жұмыс. Суреттерге мұқият қара. Ересек адамдардың немен айналысып жатқанын байқадың. Өз ойынды айтып бер. Жарайсың. 20 ғасырдың басында халықты жаппай сауаттандыру мәселесі қолға алынды. Сөйтіп, ауылдар мен қалаларда білім беру пункттері ашылды. Қызыл отауларда ересек адамдар білім алды. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстанда білім беру саласында көп жұмыс атқарылды. 1991 жылдан бастап гимназия, лицей мен колледждер пайда болды. Облыс орталықтарында дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттар ашылды. Мектептер компьютермен жабдықталып, интернет жүйесіне қосылды. 1993 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халықаралық болашақ стипендиясын тағайындады. Соның нәтижесінде жас мамандар әлемдегі озық университеттерде білім алды. 20 ғасыр мектебі мен 21 ғасыр мектебі жайлы сын тұрғыдан ой бөлісе ғой. Бұрынғы дәуір адамдары мен қазіргі заман адамдарының білім алу жолындағы мүмкіндіктері туралы өз ойынды жаз. 19-20 ғасырдағы адамдар үшін оқу мүмкіндіктері қандай болды? 21 ғасырдың, яғни сіздердің дәуірдегі білім алу мүмкіндігі қандай? 50 жылдан кейінгі мектептің ғимаратын қалай елестетесің? Суретін сала ғой. Егер саған таңдау мүмкіндігі берілсе, сен қай уақытта білім алуды таңдар едің? Себебін түсіндір. Сонымен бүгін біз 20 ғасырдағы және 21 ғасырдағы білім беру жүйесін өзгеріске ұшырау кезеңдерін сөз еттік. Үй жұмысы. Ата-анан мектепте қандай оқулықтардан білім алғанын сұра. Оларды қазіргі оқулықтармен салыстыр. Өз ойынды қорытындылап, дәптерге жаз.